бізде жыл сайын өтетін білім көрмесі өтті. Оқушылар математика, физика, биология және химия пәндерінен қызықты жобаларды көрсетті. Бүгінгі көрме оқушылар үшін өте қызықты болды деп ойлаймын. Осындай көрмелерді ұйымдастыру балалардың сабақты қаншалықты түсінгендігін, оны өмірде пайдалана алатындығын көрсетеді. Өте қызықты, бір жағынан оқушылар үшін бұндай күндер өте қажет. Бүгінгі күннің талабы деп ойлаймын. Сабаққа қызығушылығының бір түрі. Сондықтан осыны ұйымдастырған мұғалімдерге, оқушыларға көп рахмет айтамыз. Осындай қызықты күндеріміз бірінен бірі асып өте берсін деп айтқым келеді. Осы біздің көрмеміздің мақсады балалардың тек қана кітап жүзінде дәптерге жазу емес, қолымен де эксперименттер жасап, тәжірибелер жасап, өзіне үлгі алу, балаларға, оқушыларға, достарына да көрсету мақсатында жасадық. Келесі нелерде, көрмелерде Құдай қаласа кездесейік. It is conductivity of water, and when we put it to the tap water, it will like burn. It's conduct and electricity. And if we put it to the distilled water without any salts, without ions, it won't burn. And if we add some salt, and if we put it to the distilled water, it will produce energy, electricity. This is the heart of the cow, and we have two clapons in those heart. The heart is made of muscles. It's very big. You can see from here. Bizim projemizde içkinin zararları var. Eğer şimdi siz içki içerseniz sizin ciğeriniz bu şekilde farklı çeşitlere böyle dönüşebilir. Ve içkinin ne kadar zararlı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ciğeriniz böyle bu farklı türlerden, bu normal bir koyun ciğeri. Ama sizin ciğeriniz çok farklı türlerden böyle köpürebilir. Köpürdükçe onun ne kadar zarar gördüğünü görebilirsiniz hocam. İşte burada da farklı bir örneğini görüyorsunuz. Burada da farklı örneğinde ne kadar zararını burada kendiniz görebilirsiniz hocam. We did an experiment. So one cigarette, what does it do to our lungs? But a normal person smokes about 40 to 60 cigarettes a day. And if this is about from one cigarette, imagine how much would come from 60 a day. And some people smoke like for 3 years or more for the rest of your life. So this is very bad for the lungs and for our health. Бұл электрондық поле. Телефонды мына жерге қойсан, бұл фольга, ол алюминийден жасалған. Және осындай алюминийдің ішінде электрондық поле 0-ге тең болады. Және сен телефонды мына жерге қойғанда связь болмайды. Тексерсеңіз. Zero, the reaction of the teacher, the 0 points of 29.
Осындай көрмелердің мақсаты қандай? Осындай көрмелердің мақсаты біріншіден оқушыларға осы пәндерге деген қызығушылықты арттыру. Маған осы көрмеде ең қатты ұнаған проекттер ол алкогольдің адамға, спирттің адамға зияны және темекінің адамға зияны деп ойлаймын. Ол адамның өмірінде бізде қазір ең көп кездесетін проблемалардың біреуі. Осы көрмеде біздің оқушылар сол проблеманың адамның денсаулығына қалай әсер ететінін көрсетіп, мен ойлаймын, ол көрген оқушылар бауырдың қандай жағдайға келгенін көрген оқушылар бұдан кейін осындай жаман нелерге жақындамайтын шығар деп ойлаймын. Апталықтың қорытындысы ретінде білім көрмесі жақсы өтті деп ойлаймын. Біз негізі оқушылар қазіргі таңдағы проблемаларды көрсетуге тырысты, темекінің зияндарын көрсетуге тырысты, мәселен, арақ шараптың зияндарын көрсетуге тырысты. Сосын тағы да басқа да ғылыми тұрғыдағы заттарды көрсетуге тырысты оқушыларға. Бұл өте пайдалы болды деп ойлаймын. Осындай қызықты әрі пайдалы білім көрмесі үшін мұғалімдерімізге алғыс білдіреміз.